Қазір біз Архимед заңына арналған күрделі есептерді қарастырамыз. Сол есептердің ең біріншісі номері 52-ші есеп. Ауа шары жабдықтарының қабық толық кәрзеңкесінің барлығының массасы 450 кг. Шардың көлемі 1600 метр куб. Гелий толтырылған шардың ие болатын көтеруші күші қандай деп сұрап жатыр. Ауаның тығыздығын беріп қойған және гелийдің тығыздықтарын беріп қойыпты. Так, бірінші берілген жазып алайық. Номері 52. Так, М шар деп қойық. Шардың жалпы массасы бізде 450 кг. Так, көлемі 1600 метр куб. Ро гелий бізде 0,18-ге тең екен. Так, берілгенін толық жазып болдық. Енді осы әуе шарының ие болатын көтеруші күші қандай? Енді көтеруші күш дегенді FK деп қоя салайын. Көтеруші күші дегеніміз осы шарға біз қанша салмақтағы жүкті саламыз, сол жүкті көтере алады деп сұрап жатыр өшім айтқанда. Бірінші суретін сызып қояйық. Мынау бізде әуе шары. Үлкен әуе шары, мына жерде корзинасы. Так. Мынау шардың іші, бұл шардың іші неге толған? Мына гелийға толтырып қойғанбыз. Енді бұл шар аспанға ұшады. Не үшін? Бұған қандай күштер қазір әсер етеді, соны қарап аламыз. Ең бірінші, мына шардың өзінің резинасы бар, қабығы бар, мынау торы бар. Солардың барлығына төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. М шардың массасын G-ға бөлсек, ауырлық күш әсер етеді. Және бұның ішінде мына гелий толтырылған. Демек, гелийдің де төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. Енді былайша айтқанда, іші пустой емес қой, бұның да ішінде зат бар. Демек, ол затты да ауырлық күші өзіне қарай төмен қарай тартады. Және де бұл заттың ішіне біз тағы да бір жүк салып аламыз. Сол жүктің де салмағы болу керек. Және осылардың барлығын кері қарай итеріп шығарған бізде ол Архимед күші. Сонда Архимед күшін осы денелердің салмақтарының қосындысына тең деп аламыз. Сонда бірінші битек салмақ ауырлық күштерден бастайық. Шардың массасы М шаржы плюс, ішінде тұрған гелийдіңкі бар плюс. Енді бізде тағы да көтеру керек болған бір жүктің салмағы бар. Сол бізде F көтеруші күш болады. Тең, осының барлығы Архимедке тең. Архимед дегеніміз ро. Енді бұл шар қандай ортада тұр? Ол бізде ауада. Демек, сыртқы орта, судың орнында біз уже ауаның тығыздығын қоямыз. Ро ауа, G, В. В-ға мына көлемді аламыз. Шардың көлемі қандай болса, ауа осы көлемге әсер етеді екен дейміз. Осы жерден көтеруші күшті табатын болсақ, мына екеуін теңдеудің оң жағына жібереміз. Сонда F көтеруші күш тең болады. Ро ауа, G, В, минус. Бірінші мен гелийдің массасын өткізіп алайын. Минус М гелий G, минус мына М шар G. Мына Ш деген әріп. Так. Енді гелийдің массасын табу үшін мен қалай жазсам болады? Массаны тығыздық көбейтілген көлем деп ауыстырып жасаймын. Көтеруші күш тең болады. Ро ауа, G, В, минус. Гелийдің массасын табу үшін мен гелийдің тығыздығын көлеміне көбейтемін. G-ға минус М шар G. Енді байқасақ, мына жерде G-в бар, мына жерде G-в бар. Осы G-ның жасатын сыртына шығар жесем, мынандай нәрсені шығарам мен. F көтеруші күш тең болады. Ауаның тығыздығы минус гелийдің тығыздығы. G-в жақтан сыртына шығып, екеуіне де G-в бар. Минус мынау бар М шар G. Мына формула, енді дайын формула шықты. Әуе шарының көтеруші күшін табудың формуласы. Сонда сыртындағы ауаның тығыздығынан, ішіндегі гелийдің тығыздығын тастаймыз, оны G-ға көбейтеміз. Содан кейін шардың өзінің салмағын тастасақ, содан қалған күш бізде шардың көтеруші күші болады екен дейміз. Енді осы формула салып есеп шығарамыз. F көтеруші күш тең болады. Ауа 1,29 минус 0,18 көбейтілгені 10, көбейтілгені 1600 минус 450 көбейту 10 тең. Осының барлығын қазір шарт жасаймыз.
1,29-дан алып тастаймыз 0,18-ді. Оны көбейтеміз 1600, сразу 16 мыңға. Так. 17.760 шықты, оны алып тастаймыз 4.500-ден. 13.260 ньютон. Демек 13,26 килоньютон жүкті көтереді екен деп айтсақ болады. Сонда сразу осы Е жауабы дайын тұр екен. Е жауабын белгілей саламыз. Ары қарай келесі көшейік. Келесі есебіміз номері 55. Әр қайсының көлемі 0,6 метр куб болатын 10 бөренеден жасалған салдың ең үлкен көтеруші күші қандай деп сұрап жатыр. Белген жаза алайық. Номері 55. Әр қайсының көлемі десе В налево деп ала салайын. 0,6 метр куб. 10 салды бар. Салдардың саны 10-ау. Так. Бөрененің саны 10-ау, то есть. Енді сол 10 бөренеде бізде сал жасалынған, және судың тығыздығын беріп қойыпты. 1000. Және бөрененің жасалынған заттың тығыздығын беріп қойған, ол бізде ағаштікі енді 700-ге тең екен. Так. Ну, G 10-ға тең. Бізден сұрап жатқаны бөрененің ең үлкен көтеруші күші қандай? F көтеруші күш деген F-қа дей салайын болды. Так, енді берілгені судың үстінде бірнеше бөренелер жасалынған. Мен енді суретін примерно сызып көруге тырысайын. Так. В общем, 10-ау ғой, да? В общем, 10-ау. Так. В общем, мынандай бөренелерден жасалынған салдар. Бұл салдар қазір жанынан қарап тұрмыз деп ойлайық. Мына жартысы суға батқан, жартысы судың бетінде. Енді біз бұған максимально қанша жүкті үстіне сала аламыз деп сұрап жатыр. Енді жүкті салған сайын мына салдар кішкене төмен қарай бата бастайды. Енді ең максимально қандай жүк саламыз? Мыналардың барлығының беттері полностью суға уже батайын тұрмын. Судың деңгейі болса, салдар уже суға бетімен бірдей болып уже батқан кезде біз ең максимально жүкті салған боламыз. Сонда үстіне қазір мына жерде қандай да массасы М жүкті біз қазір қойсақ, қандай күштер әсер етеді? Салдардың өздері төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. М бөрене G. Жүктің де салмағы бар, mg деген, солардың барлығын кері теріп шығарып жатқан бізде Архимед күші бар деп айтсақ болады. Енді осы жерден біз не істейміз? Бөрененің салмағы қосылған, үстіне тұрған жүктің салмағын как раз біз көтеруші күш, осы көтеріп жатқан осы жүктің күшін біз көтеруші күш деп алайық. Жүктің салмағы бізде мынау деген сөз қазір. Мына салдың құр өзі, үстіндегі жүк. Сол жүктің максимальный салмағы қазір мынау. Тең болу керек Архимед күшіне, F Архимедке. Енді үшін F көтеруші күшті табу үшін, сонда біз Архимед күшінен алып тастаймыз бөренелердің салмақтарын. Сонда Архимед күшінен полностью бөренелер суға батқан кезде бұны Архимед күшін тауып аламыз. Сөйтіп бөренелердің салмағын тауып аламыз. Екеуін бірден алып тастаймыз. Содан қалған күш, значит, бөренеге салуға болатын жүктің салмағы екен. Соны біз көтеруші күш деп айтамыз. Так, енді осы формуланы ашып есептейік. F көтеруші күш тең болады Архимед ρ су G-ға минус бөренелердің массасын көбейтеміз G-ға. Енді осы формулаға жайлап сала бастайық. Рho су бізде 1000-ға тең, G 10-ға тең. В бізде көлем, толық көлемді аламыз. Мына жерде бір бөрененікі 0,6 демек 10 бөрененікі табу үшін, V-ны табу үшін V налево көбейтілген M деп тауып аламыз да. Общий көлем бізде 6-ға тең болып шығады. Сол кезде мына көлемді, әр бөрененің көлемін сол санына көбейтеміз.
сол кезде бөренелердің жалпы көлемі шықты. Ол 6-ға тең. Минус, енді бөрененің массасын табу үшін, енді бір бөрененің массасы М нолевой тең болады, ро көбейтілген В. Енді бізде бөренелердің общий массасын табу үшін N-ға көбейтсек, так, жалпы масса бола салады, сол кезде N бола салады, бөрененің общий массасы бола салады. Енді біз бөрененің общий көлемі 6-ға тең екенін білеміз. Бөрененің тығыздығы бізде массаны табу үшін ро көбейтілген В болатын. Ро бізде қанша? 700 көбейту. Мына екеуін көбейткенде 6 шықты, көбейтілген 10. Так, тең. Не істейміз? Мына жерде 10 көбейту 6 бар, мына жерде 10 көбейту 6 бар. Жақсыны сыртынан шығарсақ, 1000-нан 700 алып тастаймыз. 300 көбейтілген 6 көбейтілген 10 қалады. Так, 3-0, 18 ньютон. Демек, 18 килоньютонға тең деп айтсақ болады екен. Так, жауабын қарайық. 18 килоньютон деп мынада жауабын белгілейміз. Ары қарай келесі есепке көшеміз. Келесі есептің номері 58. Темірден жасалған заттың судағы салмағы ауадағы салмағынан 100 ньютонға кем болса, оның ауадағы салмағы қандай болғаны деп сұрап жатыр. Берілген жазып алайық бірінші. Номері 58. Екеуінің салмақтарының айырмасы 100 ньютон. Оның ауада салмағы қандай деп сұрап жатыр. Судың тығыздығы 1000-ға тең. Темірдің тығыздығы 7800-ге тең. G10. Бізде ауадағы салмағы қажет. В общем айтқанда, бізде дененің судағы салмағы туралы айтып жатсақ, мына жерде біз қандай да бір денені аламыз, массасы М дене, и осыны динамометрмен, былайша таразымен өлшейміз. Сол кезде оның ауадағы салмағы шығады. Енді біз сол затты суға салып барып өлшейміз. Так, мынау қандай да бір ыдыс, ішінде су бар, и ол зат мына тұр. Судың ішінде массасы М дене тұр, и соны біз мынау серіппелі динамометрмен өлшейміз. Осы жерде оның бізде судағы салмағы шығады. Ауада тұрған кезде оның салмағы көбірек болып көрінеді, а суда оның салмағы азырақ болып көрінеді. Не үшін? Себебі суда оны төмен қарай тартатын ауырлық күші бар, кері қарай итеріп шығаратын бізде Архимед бар. И және де біз серіппенің көмегімен, таразы динамометрлер серіппенің көмегімен, серпін күшінің арқасында өлшейді. Кері қарай осы как раз салмағы бар. Сонда судағы салмағы деген оның не? Судағы салмағы бізде ауырлық күшінен алып тастаймыз Архимед күшін. Ауадағы салмағы деген не ол? Ауадағы салмағы ол кәдімгі мына денеге қандай күш әсер етеді? Тек қана ауырлық күш әсер етеді. И сол салмағы пружинаға әсер етеді. Сонда ауадағы салмағы бізде кәдімгі МЖ-дің өзі болады деген сөз. Енді бізге айтады, судағы салмағы ауадағы салмағынан 100 ньютонға аз дейді. Сонда мынау мынадан 100-ге көп, мынадан 100-ге аз дейді. Енді оны не істейміз? П ауа минус П судағы тең болады 100 ньютон. Мен сонда мынаны алып тастасам 100 ньютонға тең деген сөз. Ол уже көріп отқандарында қазір Архимед күшіне тең болып шыға салады. Сонда ауадағы салмақ бізде mg. Алып тастаймыз судағы салмақ деген сол mg. Так, бүйтейік, мынау шатасқанбау үшін минус F Архимед болатын. Тең болады 100 ньютон. Енді мына жақшаны қазір ашатын болсақ, mg минус mg, минус и минус плюс береді, плюс F Архимед тең болады 100 ньютон. Сонда mg мен mg кетеді, Архимед күші шығады осы жерден. F Архимед тең болады 100 ньютон. Сонда біз мына нәрсені жақсылап жаттауымыз керек. Дененің ауадағы салмағынан судағы салмағын алып тастасақ, содан қалған разница, мынау 100 ньютон болып тұр ғой біздің есепте. Ол бізде Архимед күшінің өзіне тең. Не үшін 100 ньютон разница беріп тұр екі салмақ? Себебі бұны кері қарай итеретін қосымша Архимед күші бар суда. Сол бізге жәрдем беріп жатыр, сол үшін салмағы 100 ньютонға аз болып тұр. Сонда
дельта P 100 ньютон десе, уже біз сразу Архимед күші 100 ньютонға тең екен деп ойлай берсек болады осы жерде. Енді біз Архимед күшін білеміз. Архимед күшін білеміз дағына не істейміз ары қарай? Дененің көлемін тауып алсақ болады осы жерден. F Архимед тең болады ρ су GV. Бізде судың тығыздығы бар, G бар. Архимедті уже тауып қойдық. Бізге V тауып аламыз. V тең болады F Архимед бөлінген ρ су G. Архимед күші бізде 100, судыкі 1000, G 10. Былайша айтқанда 100-ден 0,01 метр куб шықты. Біз батқан дененің көлемін тауып алдық. Енді біз ауадағы салмағын табу үшін міне масса көбейтілген G деп тауып алу керек. P ауа тең болады. Енді массасын табу үшін не істейміз? Сол дененің тығыздығын көбейтеміз, дененің көлеміне көбейтеміз G-ға. Мына масса, мынау G, mg. Енді дененің көлемі бізде не ол? Ол бізде темір. Сонда мынау денеміз бізде темір болатын. Темірдің тығыздығын қоя саламыз. Сонда тең, так, мына жерді бөліп салайын. 7800 көбейтілген көлемі 0,1 көбейту G10. Так, мына мен 2 кетеді, 78 көбейту 780 ньютон. Сонда бұл дененің ауадағы салмағы 780 ньютон болған екен деп айтамыз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 59. Тұтас дененің судағы салмағы ауадағы салмағынан 3 есе кіші. Егер судың тығыздығы оның 3 дәрежесі болса, дененің тығыздығы неге тең деп сұрап жатыр. Так, берілген жазып алайық. Дененің судағы салмағы ауадағы салмағынан 3 есе кіші деп айтқан. P-сы судағы салмақ, P-а ауадағы салмақ болсын. Енді судың тығыздығы оның 3 дәрежесіне тең деп айтқан. С дей салайық, просто оның 3 дәрежесі болса, оны дененің тығыздығы қандай деп сұрап жатыр? Дене белгісіз. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Давайте бірінші суретін салып алайық. Дене ауада көтеріп көреміз, оның салмағына P дей берейік пока. И оған қандай күш әсер етеді? mg. Сонда mg күш әсер етеді. Сол кезде салмағы бізде былайша айтқанда mg-дің өзіне тең. Жер өзіне тартады, біз ұстап тұрмыз, біздің қолымызға түсіп жатқан салмақ как раз mg-ға тең болып тұр. Енді біз екінші жағдай, оны біз суға батырып барып саламыз, ұстаймыз. Міне, суға батырып ұстап тұрмыз, салмағын көріп жатырмыз. Енді бұған қандай күш әсер етеді? Төмен қарай бізде mg әсер етеді, кері қарай бізде Архимед әсер етеді. Сол үшін біз судың астына көтеріп тұрған кезде салмағы чуть-чуть аздау екенін байқаймыз, себебі бізге еще Архимед көмектесіп жатыр, керектеріп шығаруға. Енді бізге айтады, мына салмақ судағы салмағы ауадағы салмағынан 3 есе азғантай дейді. Енді судағы салмағының формуласы қандай? P су тең болады. Судағы салмағын табу үшін не істейміз? Ауырлық күшінен Архимед күшін алып тастаймыз. mg-дан алып тастаймыз F Архимедті. Ал енді ауадағы салмақ ол mg-дің өзі. P ауа тең болады mg-дің өзі. Енді мына берілгені бойынша P су тең болады P ауа бөлінген 3-ке тең. Енді ауада салмағынан 3 есе азғантай екенін айтқан. Енді алып келеміз, формуланың барлығын орнына қоямыз. Мынаны әкеліп мында қоямыз. mg минус F Архимед тең болады 3-ке бөлеміз. Ауырлық күші бізде просто mg. Енді осы жерден біз не істесек болады? mg-ларды бір жаққа шығарып, Архимед күшін оң жаққа, мынаны сол жаққа өткізсек. mg азайтылған mg бөлінген 3 тең болады F Архимед. Енді бүйтейік, бізде массалар жоқ, сол үшін массаны ашамыз. Масса дегеніміз дененің тығыздығы мен көлемін көбейтеміз. Сонда ρ дене в G минус ρ дене в G бөлінген 3 тең болады ρ су G в. Енді қарасақ, үшеуінде 3 өрнекте де G мен V бар. G, V, G, V бар. Теңдеудің оң жақ сол жағын G, V-ға бөліп жібереміз. Сол кезде осылар полный қысқарады. Так, сонда дененің тығыздығынан алып тастаймыз ρ дене минус ρ дене бөліп 3. Екеуін бірден алып тастасақ, неше шығады бізде? 2 ρ дене бөліп 3 шығады. 1 ρ дене бөлінген 3-тен алып тастаймыз ρ дене бөлінген 3. Ой. Просто ρ денеден алып тастаймыз ρ дене бөліп 3-ті.
Так, ортақ бөлім береміз, 3-ті береміз, 3 родан атса роны, 2 ро бөліп 3 шығады. Тең, мұнда ро су. Так, осы жерден дененің тығыздығын табамыз, тең болады. 3 көбейтілген ро су бөлінген 2. 3 көбейтілген судың тығыздығы бізде 1000, 2-ке бөлеміз. 3000-ді 2-ке бөлеміз, 1000 килограмм бөлінген метр куб. Сонда дененің тығыздығы 1000-ға тең екен деп айтамыз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 60. Тотиайн кесегінің ауадағы салмағы 100 миллиньютон. Керосиндегі салмағы 70 миллиньютон. Оның тығыздығы неге тең деп сұрап жатыр. Бірінші берілген жазып алайық. Номер 60. Ауадағы салмағын ПА деп қояйық. Бұл жерде бірақ P1 деп беріп, сосын давайте P1 дей салайық пока. Бірақ негізі ауадағы керосин деп жазған ыңғайлырақ. P1 тең 100 миллиньютон. Енді керосиндегі салмағы бізде P2 70 миллиньютон. Енді керосиннің тығыздығын беріп қойған. Ауаның тығыздығын беріп қойыпты. Ауадағыда. Демек, ауаның да рөлі бар болып тұр бұл жерде. Көп есепте ауадағы архимед күшті онша ескере бермейді, өйткені ол слишком ескерілмейтін ястығын. Мына жерде соны беріп қойды. Демек, оны біз қазір ескеруіміз қажет болып тұр. Демек, бізден сұрап жатқаны тотиайн кесегінің өзінің тығыздығы қандай деп. Просто ро дей салайық болды. Так, енді біз не істейміз? Так, мынау бізде тотиайн кесегі, осының ауадағы салмағы міне. P1. Енді бұған қандай күштер әсер етеді? Бұған төмен қарай mg деген ауырлық күші және кері қарай ауаның архимед күші. Ауа болса, ауаның архимед күші болсын. Архимед күші, бірақ ауа деп жазамыз. Енді біз бұны аламыздағына керосинге саламыз. Сол кездегі салмағы неге тең? Төмен қарай ауырлық күші әсер етеді, кері қарай керосиндегі архимед күші әсер етеді. Так, оны просто F керосин деп қояйын. Так, енді мынау P1-ді біз сонда не деп жазамыз? Так, P1 тең болады. Ауада кім әсер етеді? mg минус ауаның архимед күші. Ро ауа, G, V. Бұл сол кезде ауада салмақ шығады. Мынау ауырлық күші, мынау бізде ауаның архимед күші. Егер ол бар болса, теория қазір табамыз. Енді керосиндегі салмағы P2, ол бізде неге тең? mg ауырлық күші минус керосиндегі архимед күшіне. Ро керосин, G, V-ға. Мұнаның біз P1-дің қанша екенін білеміз, P2-ның қанша екенін білеміз. Қазір осыларды пайдаланып есепті шығарамыз. Сонда P1 бізде 100 миллиньютон, демек ол 0,1 ньютон тең болады. Массаны сразу ашайық. Масса дегеніміз ол тотиайнның тығыздығын көбейтеміз көлеміне. Көбейтілген G минус ро ауа G V. Мына жерде P2 0,70 миллиньютон, демек 0,07. Осылай болу керек. Так. Тең болады. Мынау бізде mg ғой. Так, демек ро в G минус ро керосин G V. Так. Енді екі формуланы бір-бірінен азайту керек. Өшім айтқанда, мына формуладан мына формуланы азайту керек. Так, сол жақтан азайтамыз. Теңдеймізді оң жақтан азайтамыз. Сол кезде ро в G-лар сразу кетеді, бізден пока V қалады. Сосын осы V-ға қарап отырып, біз ары қарай оны таба бастаймыз. Басқаша оны біз қазір таба алмаймыз. Так. Кеттік. 0,1-ден 0,07 тапсаймыз. 0,03 тең болады.
rho v кетеді. Мынау жаңағы тотиайының массасы тон кетеді. Тең мынаның алды бірақ минус. Сол үшін минус рho ауа GV. Алып тастағанда мына минустың алды плюс болып кетеді. Рho керосин GV болып шығады. Енді осы жерден біз нені таба алсақ болады? V-ны тауып алуға болады. Так. GV-ны жақтан сырттан шығарайық. Ең дұрысы 0,03 тең болады. Рho ауа. Так, бұның алды минус қой, сол үшін бірінші мынаны жазайық. Плюстан жазайық. Рho керосин минус рho ауа қалды. И GV жақтан сырттан шығып кетті. Осы жерден V-ны тапсақ, V тең болады 0,03. Так, рho керосин минус рho ауа көбейтілген G тең болады. Енді сразу есептейін осыны 0,03. Керосиннің тығыздығы так 800. Азайту ауаның тығыздығы 1,29 көбейтілген G 10. Так, енді осы бізде нені береді? 800-ден аптастаймыз 1,29-дан. Оны көбейтеміз 10-ға. В общем айтқанда бөлшектің бөлімінде 7987 жоқтап алғанда үстінде 0,03. Сонда 0,03-ті бөлеміз 7987-ге. Тең 0,23. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 0 артында 37 бар метр куб. Кесектің біз общем айтқанда тығыздығын, көлемін таптық. Біз көлемін білеміз. Енді оны алып барамыздағыны мына бірінші формулаға не болмаса, мына екінші формулаға саласамыз. Давайте бірінші формулаға саласайық. P1 біз так осы жерден бүйтейік, енді ол формула кішкене дайындайық. P1 тең болады rho v G минус rho ауа GV. Осы жерден бізге керегі мынау rho. Так. Сонда P1 тең болады. V G-ді жақсын сырттан шығарайық. Rho минус rho ауа GV. Енді GV-ны ары қарай лақтырып жіберетін болсақ, rho минус rho ауа тең болады P1 бөлінген GV. Енді rho-ны табатын болсақ, rho ауаны бері лақтырамыз. Сонда rho тең болады P1 бөлінген GV минус так плюс, бері қарай плюс өтеді rho ауа. Бітті. Енді осыған салуға тырысамыз. Rho тең болады P1 бізде 0,1 G10-ға тең, V енді бұл V-ны былай жасайық. 0,37-ге дейін алып келейік. Өтірді мына жерге дейін жасайық. 1, 2, 3, 4, 5 рет жасақ. Сонда 0,37 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі болып шығады. Плюс ауаның тығыздығы 1,29. Енді мынау 10-ның 5 дәрежесін үстіне лақтыратын болса, ол 10-ның плюс 5 дәрежесі болып шығады. Давайте осыны сразу жасайық. 0,1 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Астында 10 көбейту 0,7 ол 3,7 болып шығады. Плюс 1,29 тең. 0,1-ді 10-ның 5 дәрежесіне көбейтсек, ол 10-ның 4 дәрежесі қалады. Сонда 10-ның 4 дәрежесін ол 10-мыңды бөлеміз 3,7-ге. 2702 жоқтап алғанда 2702,70 осылай алайық. Плюс 1,29. Сонда осыған қосамыз 1,29-ді. Сонда жауап 2703,9. Почти 2704 деп айтсақ болады екен. Килограмм бөлінген метр куб. Енді дұрыс жауабын қарайық. 2704 бар ма екен? Бұл жерде соңына дейін алмаған екен. 2704 жоқтап алғанда, оның өзі жоқтасақ, 2700 деп аласақ болады. Килограмм бөлінген метр куб. Ең соңында 0,4-ті алмаған екен. Сонда жауабы А дейміз дағына бітті. Есепті аяқтаймыз. Ең соңғы есебіміз номері 61.
Динамометрге көлемі 500 см куб жүк үлкенде, оның көрсетуі 28 ньютон болған. Егер жүкті керосинге батырса, динамометр нені көрсетер еді деп айтқан. Осы жерден берілген жазып алайық бірінші. Номер 61. Көлемі оның 500 екен. 500 см куб. Так. Соны біз динамометрге ілген кезде, ол бізде ауадағы салмағы, былайша айтқанда, 28 ньютон болған. Енді осы жүкті апарамызда керосинге батырып барып өлшесек салмағын, ол қандай деп сұрап жатыр. Керосиннің тығыздығы бізде 800-ге тең екен. Так. Ауышым айтқанда динамометрдің көрсетуі керосиндегі салмағын көрсетеді қазір. Енді біз не істейміз? Қандай да бір денені ауадағы салмағы ол не үшін? Оған өйткені ауырлық күші әсер етеді. Осы ауырлық күші қандай? Демек ауада салмағы дәл сондай. Енді біз оны апарамызда керосинға батырып өлшейтін болсақ, керосинде қандай күштер әсер етеді? Төмен қарай ауырлық күші және кері қарай бізде F архимед әсер етеді. Демек керосиндегі салмақ аздау болады, себебі ауырлық күшінен бізде архимед күшін алып тастаймыз. Себебі архимед бізге сәл-пәл болса да көмектеседі. Общем айтқанда, біз қазір мына батқан затқа әсер ететін архимед күшін тауып алсақ, соны анау ауадағы салмағын алып тастасақ, сұйықтағы керосиндегі салмақ шығады екен. Енді осы жерден архимед күшін тауып алсақ, F архимед тең болады ρ сұйық G-V. Бізде барлығы бар осы жүйенің. Сразу естіп жүрейік. F архимед тең болады. Сұйықтың тығыздығы бізде керосин ол 800-ге тең, G-V-ға тең, көлем бізде 500 см куб. Демек 500 көбейту оның -6 дәрежесі деген сөз. Метр кубқа айналды. Так, мына жерде қанша нөл бар? 2 0, 3 0, 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5 0 бар, иә? 5 0-да оның -6 дәрежесімен қысқарады, оның -1 дәрежесі қалып кетеді. Сонда нөлдердің барлығы кетті. Мында 5 қалды, мында 8 қалды. 5 пен 8 көбейтсек 40. Көбейту оның -1 дәрежесі. Енді 40 0 мен -1 дәрежеге кетеді, сонымен 4 ньютон шығады екен. Сонда бұны кері қарай итеріп шығаратын архимед күші 4 ньютонға тең болады. Өзінің ауадағы салмағы 28 ньютон болса, енді архимед күші 4 ньютонмен кері қарай итеріп шығарса, демек қалған салмағы 24 ньютон қалады. Сонда P судағы салмағы бізде ауадағы салмағынан алып тастаймыз, архимедті бола салады. Сонда бізде 28-ден алып тастаймыз 4-ті 24 ньютон деп жауап бере салады екенбіз. Осымен архимед күшіне арналған күрделі есептер аяқталды.